Экологиялық жүйелер. Экология және тұрақты даму. Экологиялық жүйелер. Тіршіліктің ұйымдасу дәрежесі мен негізгі заңдылықтары биологиялық жүйеге келтірілген. Онда тіршілік ұсақ, көзге ілінбейтін нышаннан бастап, бірте-бірте ірілене береді. Жүйенің үлгісі былай: ген клетка дене мүшесі, тірі дене популяция сообщества. Тірі организмдердің генасы мен клеткасын зерттеу арқылы, мысалы, медицина ғылымы денені немесе дененің жеке мүшелерін түрлі ауру сырқаудан емдейді. Ал биологиялық жүйенің денеден жоғары сатысын зерттеуге гена мен клетка дәрежесі жеткіліксіз. Тірі организмдер бірге өмір сүретін, өзара және табиғаттың өлі бөліктерімен қарым-қатынас жасайтын, жанды және жансыз бөлшектері арасында заттар айналымы болып тұратын ортаны экологиялық жүйе деп атайды. Экологиялық жүйе түрлері. Экожүйелер алатын энергия көздері мен құрылымына байланысты екіге бөлінеді. Экожүйе үшін энергия қуаты қозғаушы күш болып есептеледі. Онда болатын табиғи өзгерістер мен зат айналымы энергия қуатының көзіне, санына және сапасына байланысты болады. Энергия қуатының көздеріне қарай экожүйелер төмендегіше бөлінеді. Энергияны күн сәулесінен алып, табиғаттың басқа көздерінен және адамдардан алмайтын жүйелер. Оған мұхиттар мен биік таулар жатады. Экожүйе концепциясы жердегі алғашқы организмдер гетеротрофтар болған. Автотрофтар дүниеге келмегенде олар өз мүмкіндіктерін тез-ақ тамамдар еді. Организмдердің аталған екі тобы болған жағдайда ең қарапайым зат айналымы іске асырылады. Экожүйенің келесі бір тұжырымдамасы былайша айтылады: экожүйе тірі организмдер жиынтығының қоректену, өсу және ұрпақ беру мақсатында белгілі бір тіршілік ету кеңістігін бірлесе пайдалануының тарихи қалыптасқан жүйесі. Экологиялық жүйе. Экожүйе тірі ағзалар жиынтығының қоректену, өсу және ұрпақ беру мақсатында белгілі бір тіршілік ету кеңістігін бірлесе пайдалануының тарихи қалыптасқан жүйесі. Экожүйе құрамына организмдерде, табиғи ортада кіретін тірі табиғаттың негізгі функционалдық бірлігі болып табылады. Экожүйенің гомеостазы. Тарихи қалыптасқан экожүйе жай ғана қосынды, яғни оның құрамына кіретін жекелеген организмдердің жиынтығы ретінде қарастырылмауы тиіс. Экожүйенің өзін-өзі сүйемелдеуге және өздігінен реттелуге қабілеттілігі гомеостаз деп аталады. Экожүйенің гомеостазы белгілі бір аралықтарда ғана сақталады. Бірінші реттік консументтер тек қана өсімдіктекті қорекпен тіршілік жасайтын жануарлар, көптеген жәндіктер, бұғы, піл, қой, қаз, көк шегіртке, өсімдік биті. Екінші реттік консументтер жануарлармен қоректенетін организмдер, жыртқыштар. Үшінші редуценттер ыдыратушылар немесе қайта қалпына келтірушілер. Оларға микроорганизмдер жатады. Консументтер гетеротрофты организмдер, продуценттер немесе басқа консументтер өндірген органикалық заттектерді қорек көзі ретінде пайдаланатын немесе оларды жаңа түрге трансформациялайтын организмдер. 1. Экожүйенің энергетикасы. Экожүйенің ең маңызды термодинамикалық көрсеткіші оның іштей реттелгендік түзуге және реттелудің жоғарғы деңгейін, яғни энтропиясы төмен күйін сақтап тұруға қабілеттілігі. Қоректік тізбектер бірнеше құрамдас бөліктерден тұруы мүмкін. Ол 3 бөлімнен тұрады: продуценттер, консументтер, редуценттер. Біріншісі продуценттер немесе өндірушілер. Продуценттер өз ағзаларын өздері қалыптастыратын организмдер. Бұнда автотрофты жасыл өсімдіктер органикалық заттар түзіп, алғашқы биологиялық өнімділікті түзеді және күн энергиясын жұмсайды. Екінші консументтер. Бұған жануарлар жатады. Консументтер, тұтынушылар қоректік тізбекте фотосинтез немесе хемосинтез жүргізетін өндіргіштер түзетін дайын органикалық заттарды пайдаланатын организмдер. Экологиялық жүйедегі процестер. Экологиялық жүйеде өтіп жататын табиғи процестер негізінен 4 құрамнан тұрады. Олар: бірге өмір сүретін түрлі организмдер тобы, қозғаушы күш болып табылатын энергияның үздіксіз болуы, заттар айналымы және жиналған энергия қорын қайта пайдалану. Экожүйеде өсетін өсімдіктер немесе жасыл белдеулер ғылым тілінде автотрофтар деп аталады. Жануарлар мен жәндіктер қоңыр белдеулер ғылым тілінде гетеротрофтар деп аталады. Автотрофтар қатарына күн сәулесін сіңіріп, органикалық емес оңай қосындыларды пайдаланып органикалық күрделі заттар шығаратын, олардан қажетті қорлар жасайтын өсімдіктер жатады.
Басқа сөзбен айтқанда, күн сәулесін органикалық затқа айналдырып, басқаларға қорек өндіретін өсімдіктерді автотрофтар дейді. Гетеротрофтар қатарына негізінен басқа организмдер мен органикалық заттар қалдықтармен қоректенетін жануарлар, органикалық заттарды ірітіп-шірітіп энергия алатын, олардың ірітінділерін пайдаланатын бактериялар кіреді. Автотрофтар мен гетеротрофтар бірге өмір сүретін организмдер тобын құрайды. Экожүйедегі энергия және заттар айналымы арқылы олар өзара тығыз байланыста болады. Адамдар экологиясы. Басқа биологиялық организмдер сияқты адамдар да қоршаған ортамен тығыз байланыста болады. Онсыз күн көруі мүмкін емес. Сондықтан олар табиғат заңдарына бағынып, онда өтіп жатқан заттар айналымына қатысады. Қоршаған орта тірі және өлі табиғаттан құралған, өзара тығыз байланыстары бар бір тұтас жүйе, табиғатта болатын барлық құбылыстар мен өзгерістер осында өтеді. Соңғы жылдары көптеген мемлекеттер халықаралық келісімдерге, конвенцияларға, шарттарға қатынасып, табиғатты бірлесіп қорғауға келісті. Онда өсімдіктер мен жануарлар дүниесінің жойылып кету қаупі төнген түрін қорғау, теңізден балық пен басқа жануарларды аулау мөлшері мен мерзімі туралы келісімдерге қол жетті. Табиғи ортаны қорғаудың халықаралық әлемдік мәселелері немесе экология және тұрақты даму. Табиғат. Осы бір жүрекке жылы, көңілге қонымды естілетін салиқалы сөзде қаншама мазмұн, терең мағына, ұлағаты мол ұғым, тұжырымы кең ой жатыр десеңізші. Ал тұрақты дамудың астарында адамзаттың дамуы, яғни оның бүгінгі мұқтаждығын болашақ ұрпаққа залал тигізбей қанағаттандыруды жүзеге асыру секілді түсінік жатыр. Жалпы адамгершілік тұрғысынан алсақ, тұрақты даму үш басты қағидаға негізделеді. Мұндай бағыттардың бірі халықтың қоршаған орта және тұрақты даму мәселелері жөніндегі білімі мен сауатын ашу болып табылады. Табиғатта адам баласының жыртқыштықпен пайдалануының соңында қандай қауіп пен қатер тұрғанын адамзат біраз уақытқа дейін білген жоқ. Ал білген кезде ең алдымен экономикасы өркендеген өркениетті елдер дабыл қақты.